Мен Сандыбаев Нұрланбек Бөлікбайұлы 1940 жылы 19 сентябрьде осы Бурган ауылында дүниеге келіппін. Әкем Бөлікбай, ағасы Балықбай екеуі осы жерде коммуна құрастырып, артынан коммунаны колхозға айландырып, сонда мал шаруашылығымен жұмыс атқарған. Жазы салқын, қысы жылы қар өте көп жауады. Таудың ар жағында жайлау, біздің әкелеріміз осы тауды асып, соның ар жағына қыстауда барып жүрді. Әкем соғыстан 46 жылы қаңтар айында келіп, мал бағып, колхоздың жұмысына кірісіп кетті. Ол әкем жайлауда, қыстауда жұмыс істегендіктен мен сол нағашы апамның қолында Қапшемет деген бөлім бар, жалғыз ұлы, солармен бірге 7-ші класты Қызылтуда бітірдім. Мұсыралин, Сапаров, сонда адамдардан білім алдық. Ол кісілердің барлығы кейін басқа мектептерде директор болды. Осы ауданның жақсы құрмет азаматтары. Осы 7-ші класс бітіргеннен кейін өздерге интернатқа тұрып, Абай атындағы орта мектепке оқуына түстім. Қызылту зиратында менің әкем, шешем, апайым, ағам, әкемнің ағасы Болытбай, оның балалары, нағашы апам мен тәрбиелеген жұбайым осы жерде. Соларға барып көрген бағыштайық қазір. Осында міне әкем осында, шешем осында, осы жатыр. Зират. Жұбайым, қайтыс болған, бірінші әйелім. Бөлікбайдың әкем. Күләндегі шешем. Сұлтанбек деген ағай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аузу биллахи минеш шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка наста'ин. Ихдинас сиротал мустақим. Сиротал лазина ан'амта алейхим гайрил мағдуби алейхим валад-даллин. Амин. 6 жыл бірге оқыған, бір курста оқыған Иманғазы қызы Күлбатышпен шаңырақ көтердім. Ол кісі өте жақсы акушер-гинеколог болды. Күлбатыш туралы өте ауданда, облыста, республикада аты шыққан адам. 2 орденнің кавалері, Октябрьский революция, үлкен орден. Знак почета деген құрмет белгісі. Мына 2 егізді қабылдап алып тұрған кезі ғой. 2 егіз, 2 егіз болғаны мына мынасы. Мына Бәйбішен Күлбатыштың ордендері. Мына Октябрь революциясы құрмет белгісі, оның ветеран труда деген медалі бар. Осындай Үржер ауданының құрметті азаматы, енді ол кісіні айтып кетпеске болмайды. Үржер ауданының құрметті кіндік шешесі деген атақ берген. Сол Павлодарда бітірерде жібермейміз деп Зеленский ауданының облыс тұратын бастығы, сол ауданның бас дәрігері бол, не болмаса Павлодарға бір больницаның бас дәрігері бол деп, бірақ бір қағида бар ғой. Бөтен жерде сұлтан болғанша өз елінде ұлтан бол деп әкім айтып болмаушы еді. Сол өз елімізге келдік. Мен тұрмын, менің кейінгі
Абылаевич. Бағана айттым ғой, невропатолог, опытный сондай жақсы дәрігер, менің кейінгі мен орынбасар болып менен бірге істеді. Одан кейін мен орнында бас дәрігер болды. Қазір Курчатовта бас дәрігер болды. Қазір сонда жұмыс істеп жүр. Бұл кісі 70-ге келді биыл. Нұрлан Бөлекбайұлы Сандыбаев Үржар аудандық ауруханасында қызмет еткен 38 жылдың ішінде бірнеше баспалдақты сәтті өтті. Атап айтсақ, хирург маман ретінде біліктілігімен, білімділігімен, қолдың ептілігімен ел аузына ілікті. Сол кездерде шұғыл оталарды іш қуысына ғана емес, бас, кеуде қуыстарына жасаған сәттері болды. Сондықтан болар хирург ретінде рейтингісі өте жоғары болды. Павлодарда 3 жыл 4 ай жұмыс істеп, өзіміздің елге келдім. Мұнда 20 жыл таза хирург болып жұмыс істедім. Күрделілігі әртүрлі 6400-дің үстінде операция жасаппын. Ол кезде, алғаш мен келген кезде, Алексей Андреевич Бухаров деген бір тәжірибелі хирург болды, содан көп үйрендім. Әскерге 18 жастағы жігіт, ертең әскерге жүргелі тұрған. Сол күні кешінде жастар танысыға барады. Соны қайтып келе жатқанда, мына осы базардың қасында бір кішкентай көпір болады. Сол көпірдің үстінде біреу келіп пышақ салып алады. Әлгі өте нашар жағдайда алып келеді. Әппақ шүперектей қан кеткен, жүректің тұсынан шып-шып қан ағып тұр. Соны тез жасауға тура келді. Егер жасамасаң, ол ауру өледі. Жасса, әйтеуір бір үміт болады. Сонды жасап, тез арада дайындалып, операция жасап, қан құйып, әлгі баланы аман алып қалдым. Бірнеше жылдан кейін газетке жазғаны бар, фамилиясы Сарков. Мені осындай хирург аман алып қалды деп газетке жазғанын кейін оқыдым. Сондай жағдайлар болған. Енді қармақтанған сияқты ыңғайсыз айтуға, бірақ осындай жағдайлар болды. Аудандық ауруханада мұндай ауруды, адамды құтқару өте сирек кездеседі. Не жетпейді, өйткені жолда өледі. Не операция жолда өледі. Сонда тағы да басқа күрделі өкпеге де операция жасадым. Әсіресе урологияға көп операция жасадым. Қазір ондай операция жасалмайды. Өйткені рұқсат бермейме, түсінбеймін. Біздің тұсымызда күніне жұмасына 2 рет операцион дейді. 8-9-10 операция бір күнде жасаймыз. Сондай жағдайлар болған. Нұрлан Бөлекбайұлының ең бір елеулі еңбектерінің бірі осы күнгі Үржар аудандық ауруханасы мен емханасы тұрған ғимараттардың салынуы. Бұл ғимараттар жоспарсыз түрде салынды. Тікелей сол кездегі аудан басшылары мен Нүкеңнің еңбегінің арқасында 90 жылдары құрылыс саласы тұралап қалған жылдарында қажырлы еңбектің арқасында біткен. Бүгінгі күні Нұрлан Бөлекбайұлының еңбегінің ескерткіші сияқты жарқырап әлде қызмет істеп отыр. Үржардың техникалық больницаның базасы өте нашар болды. Больница 46-49 жылдары салған саманнан. Сол кездегі өзімнің алдыға қойған мақсатым жаңадан больница салу болды. Енді оны салу деген ақша жоқ. Сондықтан аудан басшыларымен келісіп, әр колхоздан 20 мың сом ақша жинап, ешқандай жоспарсыз больница 4 этажды больницаны бастадық.
сол бір жаңағы жинаған ақша бірінші этажына дейін жетті, одан кейін құрылыс тоқтап қалды. Сол кезде мына алғашқы альтернативтік сайлау болды Қазақстанда. Зиялы азаматтар біздің мені сен депутат бол, сені халық біледі, сені сайлайды деп. 7 кандидаттан депутат болып, Алматыда ол кезде депутаттар жұмыстан босанбайтын, сол жұмыс істеп жүріп, депутат болып, министр Ақсұлтан Санбаев деген партияның секретары Өзбекәлі Жәнібеков, Семейдің обком секретары Кешірім Бостаев, солардың соларға кіріп, больницаны жоспарға кіргіздірдім. Жоспарға кіргеннен кейін больница 1 жылдан кейін 4 корпусты здания жұмысқа берілді. 1 жылдан кейін 3 этажды поликлиника қазір істеп тұрған, солар жұмысқа сөйтіп депутаттық мандатымды больница жасауға пайдаландым десем де болады. Үржар көшесіне жүрсем, мен танымаймын, оны келіп көп амандасады. Siz ben бәленбай жылды маған операция жасаңыз деп өздері келіп амандасып, біз ол несіне айтып. Мен атыма бір 4-5 баланы Нұрланбек деп атын қойғандары бар. Үржарда. Біз енді бала кезімізден қарындасымыз екеуміз әрине әкемнің, анамның жұмыстарын бәрін көріп жаттық. Есімде бала кезімізде киноға барған кезде ол енді бір қуаныш қой. Сонда кинотеатрда тұрып, ортада свет жанып, киноны тоқтатып, сонда айтатын: Сандыбаева на выход, вас ждет скорая деп. Одан кейін әкем мен шешем кинодан шығып кететін. Біз қарындасымыз екеуміз қалатынбыз сонда. Одан кинодан кейін бізді скораймен үйге алып кететін. Одан кейін енді біз бала кезімізде енді қонақ шақырамыз ғой үйге, әкем шешем. Енді қонақтар келіп күтіп жатқан кезде аяқ астынан әкемді, одан кейін шешемді алып кететін. Оны біз қарындасымыз екеуміз қалатынбыз қонақтарды күтіп. Сондай да жағдай болды. Енді әрине соның бәрін көріп, бізде қарындасымыз екеуміз дәрігер боламыз деп, енді соның маманын өзіміз таңдап алдық. Қазір Құдайға шүкір, міне екеуміз де сол саласында, медицина саласында жүрміз. Жеті немере, 7 шөберем бар. Менің ұлым да қызым да медицина саласында жақсы жемісті қызмет атқарды. Немерелерім біреуі Америкада оқыды, медицина жолын қылған кіші немерем Ұлжан дәрігер. Енді бұйырса жақсы дәрігер болып шығады деп ойлаймын. Очень хорошо, очень. Все, настроение поднялось, Янда. Кто самая любимая внучка, а та? Ой, я люблю его. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін енді уақыт бар. Осы дачада жеміс жидек егіп, гүл егіп, жазда немерелер келіп, шөберелер келіп, осы аунап-бұнап көріп, жеміс жидегін жеп мәз болады. Соған өзім мен де мәз боламын соған. Жеміс жидек немерелерін жеп жүргенім. Как я тебя люблю, Мен кішкентай болсам да, олардың қасында өткен кездерім мен үшін ең қымбат естеліктер. Папам мен мамам мені Үржарға жиі жіберетін. Әр туған күнімді мен атамның, апамның қасында өткізетінмін. Менің есімде әр қашан ата-апа жұмыстан келе жатқанда үлкен пакет балмұздақ әкелетін. Соны көріп біз мәз қуанып, телевизорды қосып, сериалды қосып, бірге сол балмұздақты жеп отырғанбыз. Сол кезде мен өзімді ең бақытты сезінетінмін.
Қазір де ата маған үлкен тірек. Ата барда біз бақыттымыз. Мен ойымша, біздің отбасымыздың барлық жетістіктер ол атамның және апамның еңбегі арқасында. Соған мен сізге мың алғыс рахмет айтамын. Бұл кісінің енді қасиеттерін айтатын болсам, мен ең бірінші айтар едім, бұл кісі жақсы әке, сүйікті ата, адал жар, немерелері десе ішкен асын жерге қояды, немерелермен өте тығыз байланыста, немерелері де атасы десе барлық өздерінің ой мақсаттарын, алдарына қойған мақсаттары болса, түгел өздерінің ішкі сырларымен бөлісіп, атасы да оларға өз өсиеттерін, ақылын айтып, сондай тығыз байланыста жүргені өте қуантады. Ол да Алланың ол кісінің бойына берген қасиеті. Жас келіп қалса да, бұлай қимылдап, стадионға, жасқа, өзім жасыма байланысты спортпен шұғылданып, лыжы тептім. Қазір де күніне бір сағат жүріп спортпен шұғылданамын. Тәртең гимнастика жасаймын. Мен соңғы кезде, соңғы 12 жылда Гүлмирамен бірге өмір сүріп жатырмын. Гүлмираның мамандығы да, оның да дәрігер. Өте жақсы, мен айттыр, өте жақсы өмір сүріп жатырмыз деп айтар едім. Балаларым, немерелерім Гүлмираны өте жақсы қабылдады, жақсы түсінеді, сыйлайды. Мен туыстарыммен барлығы өзін жақсы көреді. Мен де жақсы көремін. Жақсы көру, сыйлау, құрметтеу, ниеттес болу, бір-біріне тілекші болу деген сөздер бар ғой. Сол қасиетті сөздерді бойымызға сыйлаған Аллаға шүкір. Соның арқасында бір жағынан тағдырдың жазуы шығар. Міне 12 жылдай болды, бірге өмір сүріп жатырмыз. Әкем десем, осы әлі есімде бір әкемнің сөздері. Сені менің ұлым болған соң, қандай жағдай болса да, мен сенің қасында боламын деп. Уайындама дегендей. Сол сөздер маған әлі сол күш береді. Соны әлі күннен кейін мені уайындап жүреді мен үшін. Енді маған қатты ауырып жатқан кезде маған тура қатты айтатын, әкемді өкпелетпе, осы әкемді қасында бол деп солай айтып кеткен маған. Әкемді өкпелетсең жолың болмайды деп солай деп айтып кеткен маған. Тапсырып кеткен дейді ғой енді. Енді Құдайға шүкір, міне әкеміз қасымызда. Төрде отырып, бізге ақылшы болып, қасымызда отыр. Немере, шөбере сүйіп отыр. Құдайға шүкір. Бетіміз сау болсын, үйде өсірген бала шағалымыз аман болсын. Олардың қызын көруге Алла тағала жазсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, осылай жақсы көңіл күйде немере, шөберелермен бірге жүруге Алла тағала жазсын. Жалпы сол Нұрлан Бөлекбайұлы басқарған кездегі дәрігерлер көбі Алматы, Астана, Семей қалаларында әлі күнге дейін жемісті еңбек етіп жатыр. Бүгінгі күні Нұрлан Бөлекбайұлы тұғырдан әлі тайған жоқ. Немерелерінен шөбере сүйген ардақты ата, абыз ақсақал. Алладан тек қана сізге ұзақ өмір, зор денсаулық тілеймін. Алладан берген жасын жасай беріңіз. Ата, мен сізді өте жақсы көремін.
Жақсы күндеріңіз көп болсын, әлі де бірге бақытты өмір сүре берейік деп тілеймін. Бала шағалар, немере шөберелердің қызығын көріп, әлі де жасай берсін. Тек қана осы бала шаға немерелерімен қуанып, аталарын қуантып, бала шағалар аман есен жүре берсін деп тілеймін. Жаңағы оқыған өздерінің мамандығы бойынша жақсы жемісті қызмет атқарып жатыр. Менің мына тойымды жасап жатыр. Жалпы ол деме, тілегіңіз бар ма ол? Әрине тілек. Тек қана солардың жақсылығын көріп, жақсылықтарын естіп, марқайып, жақсы жүрсем, менің артық, менен бақытты адам жоқ.